Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін қалай бұйыртса Текелі қаласы 1942 жылы салынған шахта Қорғасын мырыш кен орнына келдік. Табиғат өте тамаша. Қазір осы мынау жерлерді бүйтіп қарап көреміз. Шахта негізі өзі ана жерде 3 бала қайтыс болған. Ол жаққа баруға болмайды. Бұйыртса қазір қарап көреміз. Арнадан ауыспаңыздар. Мына жерде көріп тұрсаңыздар, шахтаға кіруге болмайды деген жазу бар. Яғни осы шахтада 2 жыл бұрын 3 жас бала кіріп анау жерге қайтып шықпай қалған. Бұл жерде өлім шахтасы да деп атайды. Ішінде өте улы газ бар, жаңағы дұрыс желдетілмегеніне байланысты. 2,5 мың адам кіріп, соның 500 адамды денесін тапқан. Қалғаны өкінішке орай табылмаған. Осы. Мына жерде екінші шахта, мынандай шахталар көп. Бәрі бір жерге апарады. Жаңа қайтқан 3 бала осы 2 жыл бұрын ба қайтыс болған осында. Сол себептен алдын көміп тастаған екен. Және анау жерде 3 баланың суреті бар, қазір көрсетемін. Ауа қысымы өте жоғары. Денем қызып жүргім келмей жатыр. Көрсетемін. Бәсе осылай төбет ашық болған кіріп жүрген ғой шын. 2019-да қайтыс болған екен. Кірмеңдер деген мағынада салынған. Қазір төбесіне шығып алайын. Бұда шығып келе жатырмын, кішкентай мыстыр екен. Шындай қалды, сап-сары. Үш жас жеткіншек. Иман жолдас болсын. Шахтың іші. Мынау шахтың іші. Ештеңе көрінбейді ағардай. Мына жерге бізге дейін біреулер келген. Кабельдер жатыр. Яғни осы шахтадан шығарылған. Жерде проволокалар. Мына жерде темірден жасалған 5 жұлдыз. СССР-дің значогы. Мына жерде жатыр. Алтылық проволокалар. Көп екен, мынандай тастарды не пайдаланған екен. Мына жерде жатыр. Кішкентай проволока және тажик. Мына талдың астында көміліп қалған. Стадиям екен мына тас деп. Әне проволока. Сындырып көрем. Бұларды сынса алып кетем, бұл жердің астына кетеді арқырдай. Ремейін ба бірденке. Сындырып көрем ақындап. Ескі советский колодецтер. Ішінде баспандық және труба бар, бірақ оны тиіспейміз. Өйткені ол мемлекеттің қазынасы. Біз мынандай шашылып жатқан темірлерді алмасақ, ондай тапқан ақшаны да адал жолмен табу керек. Мына жақта бетондар. Мына жақта бетон. Фундамент мына жерде және бір шахтының ауызы тағы да. Шахтының ауызы екен түкте жоқ деп отыр, бірақ қазір көреміз жақындап. Мына жерде ештеңке жоқ екен. Мынандай арматуралардан басқа. Асекең аяққа кетіп қалып төбеге. Тастар әдемі екен, үгітіліп біткен. Мына жер не болды екен, анау жақта бір труба шығып тұр. Кезінде аямаған темірді. Союз
качество. Мына жерден көрініп тұр темірлерін кескенмін. Мынаны сындырған. Бізге дейін біреулер келген. Енді жатпайды ғой бұндайлар. Біреу емес сол я. Көп келген ғой Құдай біледі. Мына жер бір жағынан экскурсия. Жақсы экскурсия болып жатыр. Бойымда қан айналғанын сезіп жатырмын. Денем қызып, жүрегім қысылып. Таудың төбесінде темір жоқ болса да өкінбей кетесің ғой мына жерден. Мына табиғатты айтсаңыздаршы. Не деген құдірет, е? Не деген құдірет мынау. Тау тасқа елка, қайың өсіп жатыр. Және ана жақта шахтының бір ауыз, екі ауыз, және ана жақта главный шахта. Вспомогательный шахта деп айтылған кезінде. Ең бірінші шахта. Болады анау. Осыға дейін 3-4 ауыз көрдік осы жерге келгенше. Және ана жерде 3 ауыз. Ол жерде бір ауыз тұр ана жақта. Қазір көреміз. Өңкей проволока, жаңа шестерка проволока. Антылық. Мына жақта қыз қазір жерде тоң қазу. Ыңғайсыз. Кішкентай күрек менде. Сол себепті қазір жерде жатқан проволока бірдеңелерді алып жатырмыз. Бұл жерде басты мақсат темір емес, мына жерді көру болған. Және бүгін бейім келгеніме өте жақсы. Әдемі жер. Андай арматуралары шығып тұрғанын көріп тұрсаңыздар. Темір деген жетеді мына жақта. Қазып алып кеткен соң өзінде қалып жатыр. Міне сақты бірақ арғы жағын бетондап тастап, жауып тастапты. Құрақ ауыз кіретін. Жауып тастаған бетонмен. Темір тұруға. Шахтың ауызы кіретін. Мына жақта кішкентай комната бар екен. Қысқайт қосыларым. Мына біз екінші ауызына келдік. Шихтовый деп айтылушы ме әкең алты қатын қат. Ой-ой. Асқар жүрекем. Чошып кеткен. Мына жақта да бетондап тастапты. Тесіп тастаған екен арын. Жауып тастаған байқайды. Чамай қап жүрмін. Мені темір деген қанша тұру болар. Міне, швейлер. Есіктер качество, я, советский. Қандай болған, темірлерді қараңыздар. Осы күнге дейін 1942 жылы құрылған бұл. Сеуге жұмысқа берілген 1990 жылы. Бұл жердегі техникаларын бәрін алып, қараусыз қалғанын өстіп. Келдік мен. Баяғыдағы управление болған. Анау главный ход шахта. Мына жерде шахта міне. Машина келатыр ана жақта. Өте әдемі. Табиғатқа енді көз тоймайды екен мына табиғат. Телефон жеткізе алмайды мынаны, не десеңіз де. Машиналар өтіп жатыр, техника. Мына жақта фазенді бар ғой деймін. Өйткені Нива өтті бағана. Управление бастықтар осында істеген ғой. Бастықтар жаңа жұмыстың бәрі осы жерде жүргізілген. Осы жерден руды алып анау комбинатқа кезінде істеген мен сол жерде. Кезінде емес, осы 3 ай бұрын істеп шығып кеттім. Колледжға ауысып алдым қазір. Сол комбинатты 1990 жылы жауып тастаған ғой. Бұл шахтың бәрі 90 жылдан бері істемей тұр. Бұл жерін бәрін бұзып, техникаларын алатын бәрін алып,
кеткен. Содан кейін тәуелсіздік алғаннан кейін бұл тұрған. Сөйтіп 2000 жылы комбинат сатып алғанда шойын шығаратын завод, яғни доменный пештер салынып, сонымен қазір шойын заводы болған. Бұрын қорғасын мырыш өңдейтін завод болған кезінде, соғыс кезінде, СССР-дің кезінде. СССР құлағаннан кейін бұның бәрі құлаған. Ана жер лабиринт. Қайдан кіріп, қайдан шыққанын көрмейсің. Төбесімен жүрдік, бірақ үстіне түспедік. Анау 5-6 нені ғана талды. Ең төбесінде. Әдемі, я? Сақал сияқты. Міне тұрмын мен. Анау Майнкрафт деген ойын кім ойнаса сол сияқты екен. Ар жағынан тау, бер жағынан тау. Екі тастың ортасында қалай қысты екен бұны. Өте керемет сондай. Сөзбен айтып жеткізу, және қандай камера болса да мынаны жеткізе алмайды. 1000 рет естігенше бір рет көрдіп. Осында келдік. Бұйыртса. Керемет. Келдік. Қорқынышты, я? Мына жерде тау, және мына жерде тас қалай ортасына қысты екеннен. Швеллерлер. Конструкция өте мықты конструкция. Ол жақта арматуралар көрініп тұр ма? Көріп тұрсаңыздар қандай қалың. Таван аяқта мәшіне адамдар жүрген. Не деген мықты. Мына жер тесік жауып тастаған ғой, мына жердің бәрін. Сонда да бірақ қоймай тесіп кіріп адамдар көргісі келеді ғой енді. Адам болған соң. Ішіне кіруге қалай жүрегі дауалайды екен, қорқынышты екен. Мына төбесіне шыққым келіп тұр, не бар екен төбесінде. Бірақ мына тастар мүмкіндік бермейтін сияқты шығуға. Мындай тік тас қорқынышты болады. Құлап кетсең, өліп кететінді ғажап емес. Рисковать етпей қойын. Қайтып түсем енді. Кішкентай шақта. Мынандай болыпты болдық сіріп кеткен. Мынандай кабельдер бар екен. Ашып. Алып кеткен түгі қамаған. Банкі консервный. Резинка. Резиновый қолбақ. Не мына қолбақ қой? Не таптың, Жаник? Бірдеңке тауып? Қайрақта болды. 2 тал. Жақсы болды үйде қайрақ жүргіз. Жақсы болды үйде пышақ өтпейтін еді. Әдемі екен мына жер. Пішера. Союз. Жабай адамдар сияқты. Кімде маска бар емес, болмайды. Үстіне кеттік. Бұйыртса. Бісміллә деп. Печаткалар жатыр. Мына жерде мен алюмин жатыр. Перчатка. Қамын? Проволока. Осындай темірлерді ғана алып отырмыз. Андай тұрғандарды сындырып, ондай иттік қастық жасап жүрген жоқпыз. Шашылып аттан айтыр. Çırık bətbəsin. Qazan qoyun nəzərdə. Temir qazan qoymundan Xuday bilir. Temir qazgan qoysun. Ondan peçatkın tağı birəv жатыр. Жаңа ана жерден бірәу көрген, онда бірәу жатыр. Андай темірлер. Галош. Мынандай проволокалар жатыр. Осындайлар ғана алып жатырмыз. Қатты құнық болу керек қой. Өкмөттің заты не десең де. Шера. Үңгір. Темірлер қазған екен.
Koş. Yani görüyorum. Ben yerim burada kesildi. Sen kanıldın. Neydi buraya kazan koydun? Temir kazan kızıl yani. Ah nemen kazdı ekenin lan. Kolmen o kırık. Yok dedik hayvan eken niye? Taktaylar жатыр. Kabul eken var o. Ana ayakta var atav. Kabul eken var o. Ne ol? Kabul kabul. Kabel. Ankara kabul. Yok dedik ne kabel. Asıp bitken o. Tügün kaldırmay asıp gitti. Tuvalet olsun izlep kazgan bolsam da. Aha. Ona 10 üstüne alayım. Ben kabel. Ne onda endi. Yittik ki. Zaru kerek emas negisi.